Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Бағымжан. Бүгін біз сіздермен бірге сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қанты көп тәттілерге қарағанда әлде қайда қанты аз құрамында әрі өте пайдалы пирогтардың бірі. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға дайын заттарымызды қосып алатын боламыз. Ұн, қант, қопсытқышты қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған майымызды қосып, қолымызбен үгітілмелі қамыр жасайтын боламыз. Сонымен қатар осы сметаник пирогының тестасының рецептінен сіздер әртүрлі пирогтарды тура осы құраммен жасасаңыздар болады. Яғни қамырын, тестасын тура осылай басқа да пирогтарға жасасаңыздар болады. Сметаник пирогтарының түрлі түсін өзгертіп осылай жасасаңыздар болады. Бір жұмыртқамызды қостық, жақсылап осылай қамыр илейміз. Дайын болғанша тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоятын боламыз. Келесі салмасын дайындаймыз. Яғни біз қаймақ қосамыз, қант қосамыз және де 1 ас қасық крахмал қосамыз және де 4 жұмыртқамызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Миксермен араластырмаңыздар, шанышқының көмегімен немесе осылай венчиктің көмегімен араластырасыздар. Және де жарты сағат өтті, салмасы дайын. Енді қамырын екі бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін жасап шығамыз, одан кейін шеткі бөлігін жасайтын боламыз, яғни бортиктерін жасап шығатын боламыз. Шанышқының көмегімен қамырымыздың ортасын басып шығатын боламыз және де шеткі бортиктерін дұрыстап шығатын боламыз. Шанышқының көмегімен осылай дұрыстап шығамыз. Дайын салмамызды үстіне құямыз. Осы кезде біз пешімізді 180 градусқа қыздырып қоюымыз қажет. Жақсы қызып тұрған пешке салып пісіріп алатын боламыз. Пешті міндетті түрде қыздырып алуымыз керек, немесе біздің сметаник пирогымыз дұрыс шықпай қалады. 80 градуста қызып тұрған пешімізде 35-50 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Формасынан толық суыған соң ғана ажырататын боламыз. Міне менде толық суыды, формасынан ажыраттым. Мен сметаник пирогын кешкісін пісіріп қойдым, тоңазытқышқа салып, таңертеңгісін формасынан ажыраттым. Міне осылай әсем десеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қазір мен сіздерге сметаник пирогын кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, жұмсақ, видеода анық көрініп тұр. Толық піскен осындай жұмсақ тәп-тәтті сметаник пирогы дайын болды. Дәмі өте керемет шықты. Баршаларыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.